Баршаңызға сәлем достар. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен керемет қызыл мақпал тәттілерін пісіреміз. Орысша айтқанда красный бархат пирожныйларын жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек азық-түліктер осы, және мен осы астикордың жаңағы қызыл бояғышмен бояймын. Алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жұмыртқамызды жарып, қант салып, миксермен болмаса венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сүтімізге 1,5 шай қасық бояғышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай қып-қызыл болады. Және алдын ала илегіштен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды салып, ұн мен қопсытқышты жақсылап араластырып аламыз. Венчиктің болмаса миксердің көмегімен барлығы бірде араласқанға дейін жаңағы миксермен миксерлейміз. Және шұңқырлау ыдысқа кондитерлік қапшықты салып, басына выпивайдың насадкасын салып, қамырымызды салдық. Егер сіздерде выпивайдың насадкасы болмаса, басын аздап кесіп өздеріңізге ыңғайлап алсаңыздар болады. Және формамызға пергамент қағазын міндетті түрде төсейміз. Және ортасын ашық етіп, осылай үйіп саламыз. Бұл жайылып өзі пісет. Ортасын міндетті түрде ашық қойыңыздар. Менде онда толық пісті. Осылай ши құрғақ болса, ол онда піскен. Енді крем дайындайтын боламыз. Творожный сырға қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Миксермен шамамен 2 минуттай араластырамыз. Одан кейін салқын сливкімізді құямызда тағы 2-3 минутқа дейін қоюланғанша миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Крем дайын болғанда астыға сілкісеңіз, сіздің креміңіз егер түспей өз-өзін ұстап тұрса, онда ол дайын. Енді шұңқырлау ыдысқа кондитерлік қапшығымыздың ішіне насадканы салып, пирожныйларымызды жаңағы үсті астын бірдей болатын парларымен алып аламыз. Және осындай пирожныйға төсейтін жаңағы қағаздар алсаңыздар да болады. Дастарханға ерекше әдемі көріну үшін. Егер ондай болмаса, жай әшейін қоя берсеңіздер болады. Оңай осылай кремді ортасына жағып, жаңағы пирожныйның қамырын біріктіре саламыз. Және сәндік үшін төбесіне осылай гүл насадкамыздың көмегімен сәндеп алдық. Іші осындай керемет болып піседі. Өте жұмсақ, жегенде ауызда еріп кетеді. Жасап көріңіздер достар менің рецептімен. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңырау шалына басуды ұмытпаңыз. Парақшамда басқа да көптеген рецепттер бар. Сіздермен болған мен Меруерт.